секілді азын көптей, жасуын жақұттай көрсете алмауынан көш соңында қалып келеді. Басқа да толып жатқан істер бар. Сондықтан босқа еліктерді доғарып, алдымызда кезеніп тұрған ісімізге кіріседі. Бірақ қазақ балаларын шіркеуге шақырып, басын айналдырған тоқтат дейтін боласын ұқтың ба? Қазақтай жібер. Балаларымыз үшін. Құрметті бауырлар, мен туралы әртүрлі аттар айтып, әртүрлі аттармен атап, қошеметтеп жатқандарыңызға рахмет. Негізінде мен қарапайым ғана халық мұғалімімін. Алған білімім де көп емес, аз ғана. Бірақ сол аз білімімді қайтсем халық мақсатына жұмсаймын деп ой кешкен адаммын. Мені тудырған заман, патша заманының зұлым саясаты, қорлығы, зорлық, зомбылығы. Соларды көре жүріп ұлтшылатандым. Ол кезде ел туралы ойламасқа болмайтын еді. Әлеке, біздің де өміріміз тарихтың таразысына түсер. Қазіргі жастарға айтарым, ел үшін біздің атқарған азды көпті еңбегіміз болса, ол осы отырған қай-қайсының да қолыңнан келеді. Мен оған кәміл сенем. Аяулы бауырлар, арда азаматтар, сөйлер сөз көп, қайсынан бастасам, қалған әңгіме сол төңіректі қаузап, тау салмақшы емес. Сондықтан рухани астанада игі жақсылардың ортасына келгенде ел шаруасының ең маңыздысынан сөйлейік. Осы күні қазақтың көп азаматтарының рухани келбетін безеу қаптады. Қазақтың мырзалары билікке қолы жетсе, жоғары лауазымға, жылы орынға отырса, қара халыққа күн көрсетпей парашшы болып кетеді. Халықтың қазынасына қолын сұғып, өз қазынасындай жұмсайды. Бұлардың мұндай болып кету себебі ел үшін қызмет істеу дегенді дұрыс түсіне алмаудан. Ұлтшылдық қуаты солғындық кемдіктен. Ел басқарып отырған басшылар қазақтың өмірінен, тұрмысынан ажырамау керек. Осы отырған қай-қайсымызды мұндайдан аулақ болуға қайрат қылу керек. Біздің әрбір ісіміздің негізі бос, өмірі қысқа. Оқығандарымыз бар, қалтасы тесік. Байларымыз бар, төбесі тесік. Екеуін бір жерге желіндесе де қосылмайды. Өзге жұрттың білімді азаматтары бір іс қылатын болса, әуелі жоспар құрады. Ойлаған ісі планы дұрыс болса, ойлаған ісін жарыққа шығарады.
Мұндай істің пайдасы да өмірде берік болмақ. Айқаптың өткен жылғы 3-ші нөмірінде Шәкәрім мырза 5 ауыз сөз жазып, жауап сұрады. Сол 5 ауыз сөздің екіншісінде адамға тіршіліктің керегі не үшін дейді. Расында адамға тіршілік не үшін керек? Аха, осы сіз бірде мойындағы парызды білу білімнің ісі, ал мойындағы парызды өтеу адамшылықтың ісі деп едіңіз. Осы сұраққа қандай жауап айтар едіңіз? Бұл сауалдың шешімін тауып, нақты дәлел келтіру оңай емес Жақандай. Адамға жан беріліп, жер бетінде өмір сүру үшін ғұмыр берілген соң, ол ғұмырды ұйықтап тұрып, ішіп жеп өткізуге болмайды. Олай болған күнде адам мен хайуанның арасында қандай парық? Аға, бостандыққа жетудің жолы ел жұртты біріктіру. Елдің тірлігін, тілі, мәдениеті, мінезін білмеген басшы көш басында отырмауға тиіс. Ел үшін құрбандыққа жанын берген, бейітбірге қандалаға қанын берген, ұрадай сасық ауа темір үйде запыранның іші алаш үшін бекет көрген. Қайран қазалмай, бостандыққа жет алдың ба, жет алмадың ба? Ел жұртқа қамқор болуымыз керек. Мансапқор ел кемеліне жетпеген. Қазақта тура жолға бастайтын да, адастыратын да оқығаны. Оқығанын қазақ сыйлайды, соңынан ереді, қадірлейді, сенім арылады. Білім, ақылды, жақсылықты, тәртіпті оқығандардан күтеді. Оқыған қара халықтың шырағы болу керек. Халыққа қызмет қыла білмеген, үлгі шырақ болып жалуға жарамаған, оқыған халықтың ықыласын қайтарады, көңілін қалдырады, халықты өзінен алыстатады. Өсек арқалайды, пайдасы артық тимейді. Ақтығында айтпағым, оқығандар өздерің тәрбие қылыңдар. Иә, шындығында қазақтың бүгінгі азаматы қазақ елін қай қызметімен қанағаттандырады? Қандай еңбек, қандай өнер, қай ісімен ризалайды? Мен мынаны істегенім жоқ па? Мынандай үлгі, пайдалы істі ортама орнатқан жоқ па деп, қай қызметімен елдің аузын буады? Мен сол сауалдарға жауап таба алмаймын. Елдің тілегі елді мәдениетке жеткізу, ағарту, оқу білім үйретіп, құралдандыру, дүниенің хәлін көруге көзін ашу, шаруасын түрлеп, ішінен дамыту, ортасына өнер білімнің үлгісін, жарығын себу. Міне бұның бәрі, бұл тілектердің барлығы
азаматтардың мойнындағы қарыз. Ал егер кімде-кім бұл тілекті теріс деп, біз бұл міндетті атқаруға міндетті емеспіз дейтін болса, ол қазақ жұртының азаматы емес. Жөн сөз, Нұға. Бұл уақыт жан тыныштығын іздейтін, қызық қуатын уақыт емес. Қызмет қылатын, еңбек сіңіретін уақыт. Оқығандар, ойланыңыздар. Халық біз үшін емес, біз халық үшін туғанбыз. Олай болмаса, мойнымызда халықтың зор борышы, ауыр жүгі жатыр. Иә, көген көз қазағыма қаратып, мінбе құрып, сол мінбеге шығарып, ақырғы діліңізді айтыңызшы мұхтар десе, тіл ұшында жүрген сөздер төмендегіше. Тас үгітіліп құм болады, темір тозады, ұрпақ озады. Дүниеде өлмейтін сөз ғана. Халқымызбен бірге жасастырып келе жатқан ана тілімізді арзандатып алмай қалай. Ел ішіндегі зорлық, зомбылық, парақорлық, ұрлық халықтың надандығына. Біреудің көрнеу жауыздығын көріп тұрып айтпасаң, сен өзің жауызсың. Біреудің ұрлауын көріп тұрып айтпасаң, сен өзің ұрысың. Мұндай жауыздықты жеңбей, бұдан құтылмай тұрып, 99 бостандық болса да, ел ешқашан ілгері баса алмайды. Осы айтылған сөздермен Шәкәрім мырзаның сауалына жауап табылама дейді. Аха, қандай адам жақсы кісі болмақ керек? Жақантай, сондай адам жақсы, егер де кім жетім жесірге, қарып қасерге, кем кетікке жақсылық жасап, қуантып қойса. Иә, қазақтың жақсылары мен оқығандары елге қамқор болмаса, әрқайсысы өзінің пайдасын ойлап, ағайын жұртын балағаттап жүрсе, жақсыны ел жұртын күтпек. Елге, жұртқа қызмет ету білімнен емес, мінезден. Тірі болсам, туған елге, туған жерге қызмет қылмай қоймаймын деген мұрат әрқайсымыздың кеудемізде болсын. Бәрекелді. Көзіңді аш, оян қазақ көтер басты. Өткізбей қараңғыда бекер жасты. Жергетті дін нашарлап халқарап боп, қазағым енді жату жарамасты. Мен біткен ойпаң жерге аласағаш, емеспін жемісі көп тамашағаш. Жарды жанқам қалғанша мен сенікі, пайдалан, шаруаңа жарас салаш. Рахатсыз өтсе де өмір жасым, бұл бетіңнен Құдайым айырмасын. Ниет қылып, ұзақ жолға бір шыққан соң, жарым жолдан қайтпасын қарындасым. Тән көгілер, көмілмес еткен ісім, ойлайтұғын мен емес бір күнгісін.
Жұрт ұқпаса ұқпасын, қамықпаймын. Ел бүгіншіл, біздікі ертең үшін. Бауырларым, осы айтып жатқан өсиетіміз елге керек пе? Мұхтаржан, аманатымызды арқалатар адам бар ма көпшіліктің ішінде? Адам бар ма? Бәрекелді, бәрекелді. Айналайын, алаш үшін құрбан болған аталарыңнан болашаққа аманат жеткіз өсиетімізді.